Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Эльмира. Бүгін біз сіздермен бірге муравейник пирогын жасайтын боламыз. Бұл пирог өте оңай жолмен жасалады. Ең алдымен бізге печенье керек болады. Оны біз ұсақтап аламыз. Менде осындай болып шықты, бірақ сіздер оны өте ұсақ қылып қоймаңыздар. Енді біз печеньямызға грецкий жаңғақтарды қосамыз. Оны да видеодағыдай ұсақтап аламыз. Енді салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге сгущенка, сары май және де қаймақ қажет болады. Бірінші біз сары майымызға сгущенкамызды құямыз. Сосын оны венчикпен әлде шанышқымен жақсылап араластырамыз. Енді 2 қасық қаймағымызды қосамыз. Енді печеньямызға салмамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, ингредиенттердің барлығын описаниядан қарасаңыздар болады. Ыдысқа пищевая пленкамызды төсеп, салмамызды құямыз. Енді салмамызды біркелкі қыламыз. Оның үстін пленкамен жауып, холодильникке 2-3 сағатқа қоямыз. Менде муравейник өте дәмді болып шықты. Бірінші рет істеп тұрсаңыздар, сіздерде міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Істеп көріңіздер. Сіздермен болған мен Эльмира, сау болыңыздар.